Айгүл екеуміз енді біраз әңгімелестік, сөйлестік. Енді әдемі болып, бір предложение айттым, короче. Енді екеуміз арамызда конфликт болып қалып, соның бәрін шешу үшін бір жаққа барып қайтайық дедім, бір-екі аптаға. Айгүл мен Гүлжан жаңа бастама. Айгүл мен Гүлжан қайта қосылды. Бұрынғы өкпе-реніштер, көз жасы мен уәделер артта қалды ма, әлде тек уақытша ұмыт болды ма, оны уақыт көрсетер. Бірақ бір нәрсе анық, Айгүл Гүлжанға тағы бір мүмкіндік беріп отыр. Бұл жолы жаңа леппен, жаңа үмітпен. Айгүлдің көзінде сенімнен гөрі күдік басым. Бұрынғыдай сенгіш емес, бұрынғыдай аңғал емес. Ол енді сынап көргісі келеді. Шын өзгерді ме? Әлде жай ғана тағы да бір рөл ойнап жүрме? Деген ой санасын торлап алған. Жүрегі иісе де, ақылы басып отыр. Гүлжан болса, бұрынғыдан мүлде басқаша. Ол бұл жолы ұзақ түсіндірумен, уәде берумен айналысып жатқан жоқ. Бірден іске көшті. Жина киімдеріңді, Айгүл, жаңа елге аттанамыз деді. Дауысы сенімді, жүзі жылы. Бұл ұсыныс тосыннан болды. Айгүл аң-таң. Қайда? Деп сұрағанда Гүлжан жай ғана жымиды. Бұған дейін Гүлжан Айгүлге Дубайдың ыстық күнін, Бішкектің биік тауларын, Анталияның көгілдір жағалауын көрсеткен еді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша. Бұл жолы жай ғана саяхат емес, бұл екеуінің арақатынасының жаңа кезеңі болмақ. Гүлжанның статистикасы расында да соңғы уақытта төмендеп кеткен еді. Танымалдылығы бәсеңсіді, желіде бұрынғыдай талқыланбай қалды. Бірақ бұл, Айгүлге қайтып оралуының себебі ме, әлде расында да шын сүйген жүрек пе, оны дәл қазір айту қиын. Бірақ іс-әрекеті сөзінен гөрі сенімді сияқты. Ол Айгүлге жай ғана сен маған керексің демейді, дәлелдейді. Іс жүзінде. Енді көп сұрап жатыр, шынымен түсінбей жатқанда өте көп не болып жатыр. Қай жерде біріміз арамызға қателік кетті деген сияқты, қай жер ұнамады, мінезіміз болсын, қай жағынан болсын, сол туралы сөйлескен болатынбыз. Енді біз дальше қалай айтсам, бұл кісі сөйтсе мен сынап жүр екен, оказывается. Сосын мен ойладым, неге постоянно ер азаматтар әйелді ғана сынап жүр екен. Айгүл де мұны байқап отыр. Сол себепті бұл жолы жүріп көрмек. Бірақ толық сеніп отырған жоқ. Жүрегі үміт пен күдіктің арасында арпалысуда. Қайда барамыз? Деп қайта сұрады Айгүл. Бұл жолы сен армандаған жерге деді Гүлжан. Олар қайда бара жатыр? Бұл физикалық сапар ма, әлде екеуінің ішкі саяхаты ма белгісіз. Бірақ бір нәрсе анық, Айгүл мен Гүлжанға бұл жолы шынайылық ауадай қажет. Бірі сенгісі келеді, екіншісі сендіре білгісі келеді. Кейде махаббат екінші мүмкіндік беруді де, тәуекел етуді де талап етеді. Ал бұл жолы Айгүл тәуекелге бел буып тұр. Бірақ енді ол әлсіз емес. Ол сынайтын, бағалайтын, байқайтын, шын жүректен сенбес бұрын дәлел күтетін әйел. Ал Гүлжанның ендігі міндеті дәлелдеу. Тек сөзбен емес, іспен. Айгүлді шынымен сүйетінін, бұл жолы бәрі басқаша болатынын. Қай елге барады олар? Бәлкім бұл екеуіне де бейтаныс, жаңа үмітке толы ел болар. Ең бастысы, бұл жолы олар бірге. Айгүл мен Құтжанның қарым-қатынасы жаңа кезеңге аяқ басты. Бұған дейін екеуі кездесіп, бірге уақыт өткізіп жүрді, бірақ шын мәнінде бірге тұрған емес. Ал енді екеуі бір шешімге келді. Бұдан бұлай бірге тұрамыз деді. Шымкент деген Швейцария ғой, енді міне. Бізге осы Шымкенттің маңайынан примерно бір ауыл керек. Бір жақын арада барып келетін ауыл. Ол ауылда не істейміз біз? Ол ауылда біз тұрамыз, короче. Бірақ ол жерде обязательно сиыры, қойы, огороды, бақшасы, кәдімгі. Бұл жай сөз емес, нақты жоспар, нақты ниет. Кеше түнде олар Алматыдан Шымкентке ұшып келді. Шымкентке бұл жолы жай сапармен емес, болашақтың іргесін қалау үшін келді. Дегенмен, олар әлі бір шаңырақ астында тұрмаса да, бұл ниеттері бір-біріне деген сенімнің жаңа өмірге қадам басудың айқын белгісі. Айгүл үшін бұл шешім оңай болған жоқ. Ол бұған дейінде қарым-қатынаста шын көңілмен, ашық жүрекпен жүрген. Бірақ бұған дейінгі жолдары тұрақты бола қоймады. Сондықтан бұл жолы ол шынайы, нақты нәтиже күтеді. Кездесіп, уақыт өткізу басқа, ал бірге тұру мүлде басқа дүние. Ол соны жақсы түсінеді. Сол себепті де бұл жолы шарт қойды. Егер шын өзгерген болсаң, екеуміз бірге тұруымыз керек. Уақытша сезімдер мен бос уәделерден шаршадым деген. Құтжан бұл сөзді қабылдады. Бұрынғыдай сөзбен алдап, созып жүру емес. Енді нақты әрекет керек екенін түсінді.
Айгүлді жоғалтпау үшін ең бастысы шын мәнінде бірге болу үшін ол да үлкен шешім қабылдады. Бірге боламыз. Бір үйде. Бір өмірде. Осы мақсатпен олар Шымкентке келіп отыр. Қазірше олар тек пәтер қарап жүр, тұрмыстық дүниелерді реттеуді бастап жатыр. Әзірге бірге тұруды бастаған жоқ, бірақ бәрі соған бағытталып жатыр. Бұл жоспар. Бұл уәде. Бұрынғыдай жай ғана демалысқа бару емес. Бұрын Құтжан Айгүлге Дубайды, Бішкекті, Анталияны көрсетіп, романтикалық әсер сыйлаған. Бірақ ол сапарлар қысқа сәттер еді. Қазір ол басқа. Қазір өмірдің шынайы бөлігіне дайындық. Үй жалдау, зат жинау, ортақ кеңістік құру. Бұлар кәдімгі тұрмыстық, бірақ маңызды қадамдар. Айгүл бұл жолы сенгісі келеді. Бірақ көзсіз емес, сабырмен сенгісі келеді. Ол Құтжанның айтқанына емес, істегеніне қарап бағалайды. Бірге тұру, тек бірге оянып, бірге ұйықтау емес. Бұл ортақ жауапкершілік, бірге шешім қабылдау, бірге өмір сүру деген сөз. Айгүл соны жақсы біледі. Құтжан да енді бұрынғыдай емес. Ол да есейген сияқты. Айгүлдің қадірін түсінген, оны жоғалтып барып ұққан. Енді міне, қайта табысып, нақты әрекетке көшіп отыр. Бұрынғы сезем, қалай боларын көрерміз деген сөздер жоқ. Бұл жолы нақты жоспар. Айгүлмен бірге өмір сүруге дайын екенін ашық айтты. Әзірге олар пәтерге кірген жоқ. Бірақ олар үшін маңыздысы ниет. Бірге тұруды тек айтып қана қоймай, жүзеге асыру үшін нақты әрекеттер жасап жатыр. Бұл үлкен қадам. Екеуі де түсінеді, бір-бірін жақсы көру жеткіліксіз. Бірге өмір сүре білу шын махаббаттың сынағы. Алда қандай күндер күтіп тұрғаны белгісіз. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша басталып жатыр. Бұл жолы шынайы, нақты, сабырлы. Айгүл мен Құтжан енді сөзден іске көшкен жұп.